айтамыз, жалғастырамыз. Дәл қазір жанымда Диас. Қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Керемет. Қайырлы күн, YouTube көрермендер. Жаңа өзіңіздің ойыңызды білдіріп қалдыңыз. Мерей мен Санатжанның арасындағы мәселе жайында Ұлбикеге деген пікіріңізді осы жерде толықтырып өтсеңіз. Иә, негізі не ғой, Бекзатқа, Бекзат екеуміздің ойымыз бір болып қалды. Екеуміз қарсы шыққан сияқты болып қалдық. Негізі ойымыз бір. Бұл жерде менің теориям мынандай. Қазір Шерханда есеп шығарып беремін деп жатыр ғой. Мен де сол есептің алдын ала мәтін жазып берейін көрермендерге. Бекзат мен Санатжан екеуі үміткер болған. Үміткер бөлмесінен танысып қалған. Жақсы араласып кеткен. Сөйтіп ойлаған, егер де екеуміз қатысушы болатын болсақ, екеуміз жұп болайық, танысып тастайық деген сияқты екеуінде ой болған секілді. Және де сөйтіп ой болып, сондай бір этапқа баратқан кезде екеу Бикеш сәл күрделендіріп жібермедіңіз бе бұл? Жоқ, уайымдамаңыз. Бикеш Санатжанға звондайды түн жарымда. Мен мына жаққа апарып тасташы, Санатжан барады. Өйткені екеуі бір-біріне жақын адамдар. Және осы жерден Санатжан келеді эфирға, Мерейге екінші рет сөз салады. Сол кезде Бикештің реакциясын біз көрдік. Бикеш қапа болып қалды. Оның кеңгірдегі қысылып қалды. Сол моменттен бастап қашан Санатжан мен Мерей шығады, сол кезде Бикеш негатив айтады. Неге? Өйткені Санатжан Бикешті қадап кетті. Мереймен таныстық бастап. Яғни оларда жоспар болған секілді дейтін менде бір тұжырым тұр. Сол себептен Бикеш уже мынау өкпесіне сыймай, сол өкпе назы. Кеше айтып қойған секілді, что Мерейге дейін сен менімен бірге жақын болдың деген секілді. Бастаған келіп еді ғой, сол қайда сен еще қыздармен таныстырғансың деген сияқты артық Санатжан жайлы информация айтып қалды. Неге? Ол адам бостан-босқа ондай заттарды айтпайды, ол либо күйінгеннен, либо өзегі жарылғаннан айтады. Сол себепті бұл жерде Мерей жертва болып тұр ғой, шыны керек. Мафия Санатжан мен Бикеш болып тұр. Яғни осы жерде енді Санатжан Мерей орта шықты бүгін. Сол кезде Санатжан тұрады, сені үшін өзгелердің пікіріне көз саласың, менің мамам бұлай айтып жатыр деп, уже Мерейді кінәлі қылғысы келіп жатыр. Бұл уже лучше защита атака дейді. Санатжан бірінші атака істеп қойды, Мерей қазір үнсіз отыр. Неге? Өйткені Санатжанда Мерейге действовать ететін компроматтар бар. Сол. Енді келесі ход негізі конь десе. Бұл енді шахмат болып кетті, шыны керек. Енді өзім тұжырымым. Енді бұл жерде екеуі либо шындықты айтады, либо Мерей осы өтірікке көміліп жүре береді дейтін сияқты екі жол тұр. Немесе нүкте қояды. Иә. Сіз есепті өзіңіз құрдыңыз, өзіңіз шешімін таптыңыз, нәтижесін шығардыңыз, және нәтижесі дегенде бұл жақта үш нәтиже болып тұр. Соның қайсысы қабылданады, бұл уже болашаққа байланысты. Үш нұсқаның қайсысы болуын кім таңдайды? Бұл жерде уже Санатжан таңдай алмайды. Ол да уже полномочия жоқ. Бикеш те таңдамайды. Ол үшінші адам. Бұл жерде таңдайтын главный ход Мерейде тұр. Бұл бір махаббаттың үш бұрышына айналып кеткен секілді. Махаббаттың үш бұрышы емес, бұл қалай айтсам болады. Енді үштіктен құралған жауапсыз бірі Бикеш әлі кіре алмай жатыр ғой, сол үштікке кіре алмай жатыр ғой. Кіргісі келіп жатыр, кіре алмай жатыр. Санатжан уже жоқ, есік жабық деп жауап тастады. Соған Бикеш күйініп, есікті ұрып жатқан жайы бар емес пе? Сіз бұл жерде Бикеш жайлы сәл артық айтып жібермедіңіз бе? Қалай артық айтып? Шынында да Санатжанның сезіміне мұқтаж деп ойлайсыз. Мұқтаж емес. Үштікке кіруге деген бір... Жоқ, Санатжаннан ол өш алғысы келіп отыр деп ойлаймын мен. Өйткені Санатжан оған өтірік айтты. Өш алу үштікке кіруге қажет етпейді. Ол жерде енді екеуінің арасына бір сызат түсіру деген секілді жеткізіп отырсыз. Ойы. Жоқ, екеуін емес, Санатжанның... Мерей мен Санатжанның ортасына сәл де болса бір әттеген-ай деген кездегі өзінің дұрыс емес пікірлерді қалдыру арқылы сызат түсіруге деген Бикештің ойы. Сіздің айтпағыңыз, солай емес пе? Иә. Жоқ, Мерейге Санатжанның бейнесін көрсету деп айтар едім. Бетпердені ашу. Бетпердені ашу. Шынайы жүзін көрсету.
шкафта жатқан скелетті шығарып көрсету. Сондағы Санатжан екі қыздың да сезімімен ойнап бастады ма ең алғашында? Менің ойымша солай. Кейіннен ғана бір нүктеге тоқталды, Иә. солай ма? Және бір нәрсе айта кетсем, Мгм. айып етпесеңіз, мынау нені, жейдені, иә, футболканы менің қолдаушыларым берді. Не деген керемет. рахмет Түсі айтқым келеді. деген өте әдемі. Күшті, иә? Өте күшті, маған ұнады. Соны эфирді шығару не уақыт жетпей қалыпты алдында. Соны қазір айта салайын. Бұл жерде де сіздің қолдаушыларыңыз көп қой. Құрметті қолдаушыларым, көптен көп рахмет осындай Бір жейдеге. ән арнап, өлең арнап жіберсеңіз болады көрермендеріңізге. Жарнама болмай ма? Не? Жоқ, менде қазір шабыт жоқ, шыны керек. Оны Instagram аккаунтында арнайын. Жақсы. Иә? Бұйырса. Сол, енді... Сонымен рахмет айтқыңыз келді ме? Иә, рахмет айттым ғой. Рахмет көп-көп Мгм. осындай жейдеге. Жақсы. Өте жарасымды болды. Сосын осы суббота гранд финал болады ғой, соған Иә. қолдау ретінде жіберді. Бұйырса- Міне, қолдау деп осыны айтты ғой. Бірден осыдан бастамайсыз Содан бастау ба? керек еді. Сенбілік эфирге сақадай сай, меніңше нағыз жеңімпаз осы кісі секілді, Бұйырса себебі апамыз, иә. сіздердің қолдауларыңызды сезініп отыр. Ал біз алда Мерей мен Санатжанның мәселесі қалай шешімін табады, бірге көреміз. Тікелей эфир қосылу болсын. Бүгін Сәлеметсіз Ботагөз ханым, ассалаумалейкум құрметті көрермендер, және менің сүйікті де сүйкімді менің фандарыма Royal Family сәлем жолдағым келеді. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. жақсы. Үстіңізде ерекше толықтай қара түсті образ нені білдіреді? Иә, мен алдыңғы YouTube-қа сол келген кезде айтқан болатын, мен толығымен қара түсті киімдерді жақсы көремін деп. Енді бірақ сіз айтқан болатын, сіз жасыратын адам көп деп, бірақ Иә. енді кім біледі, мүмкін де солай да шығар, бірақ енді қара цвет өзіме жарасады деп ойлаймын. Жақсы. Енді жасыратыныңыз болса, бұл бағдарламада ештеңе сыр болып қалмайтыны анық, түбі ашылар. Әзіл әрине. Ортада енді Шерханның осы мәселені түсіндіріп өтуіне деген ойыңыз қандай? Шыны керек, маған да негізі қызық болып тұр. Қазір бәрі, мысалы, Бикешті кінәлі қылып көрсетіп жатыр деп Шерханға атылып жатыр. Бірақ мен өзім шеттен олай ойламаймын. Бұл жерде, мысалы, Бикешті кінәлісің деп әлі онда ешкім мін тақпады. Бұл жерде біздің білгіміз келіп жатқаны шын мәнісінде екеуінің ортасында қандай әңгіме болған. Өйткені, мысалы, қанша дегенмен екі адам жеке сөйлескенмен, үшінші адам шын мәнісінде не болған біле алмайды. Өйткені, мысалы, қанша дегенмен өтірік әңгімелер өсек болып қана, ал дәл нақ не болған екі адам ғана біледі. Қандай ситуация болсын, мысалы, болмаса басқа да, мысалы, жұптық арақатынас тоқтап жатқан кезде де не мәселемен болған бәрін тек қана екі адам ғана біледі. Сол себепті мен де Шерханды бағана кінәлап жатқанда мүлдем келіспеймін. Ал енді бұл жерде Шерхан шырылдап, түрлі нұсқаны алдыға көрсетіп жатыр, иә? Бәлкім бұлай деген секілді. Бірақ байқасаңыз, Мерей ешқандай үн-түнсіз отыр. Менің бір ішінде жеткізіп отырған жоқ. Бір байқағаным, Мерей бұл мәселенің болған мүлдем білмеген. Кешегі эфирға дейін, кешегі сол мәселе туындамайынша. Өйткені шын мәнісінде егер сондай алдын ала ескерту болған болса, бізде осындай болған. Мысалы, сен болашақта жаман ойлап қалма, біз кезінде саған дейін біздің арамызда осындай көмектесу болмаса осындай әңгіме болған деген болса, мне кажется, Мерей өзін андай қалай десем болады, мен оны жайлы білем, ол маған мысалы ескертілген деп айтатын еді, бірақ Мерейде кеше көрдіңіздер, өзі ашуланып орнынан тұрып кетіп қалған болатын. Сол себепті оған да бір кішігірім андай болды, қанша дегенмен неприятно сондай деп ойлаймын. Бірақ енді бір жағынан қазір енді Санатжан мысалы көрсетіп жатыр ғой, Бикеш Санатжанға үмітті болып қалған деп. Бірақ енді мен де олай деп те ойламаймын, өйткені мен Бикешпен сыртта былай дос ретінде жақсы араласам, бірақ мен ол Бикештен Санатжанның тарапына бір жігіт ретінде болмаса арақатынасқа деген бір қызығушылық мүлдем байқамағам. Тек қана андай бір қатысушы мен қатысушы арасындағы арақатынас деп қана айтылған болатын, көрсетілген болатын, сондай. Яғни екеуін ештеңе байланыстырмайды. Бірақ түнгі уақытта енді адам жақынына ғана жазып көмек сұрай алады. Мен сізден кез келген уақытта көмек сұрай алмаймын, себебі жұмыс барысында ғана жолығатын жандар. Дәл сол сияқты ол кісілерде алғаш танысқанда бір-біріне жазу мүмкін емес еді. Тіпті номерді қайдан алу деген ой келеді.
Иә, Ботагөз ханым негізі өте дұрыс, өте орынды айтып жатсыз. Өйткені бағана айта кеткендей, шын мәнісінде екі адамның ортасында қандай әңгіме болған біз мүлдем біле алмаймыз. Өйткені мысалы Санатжан өзінің версиясын айтады, мысалы Бикеш өзінің версиясын айтады, бірақ на самом деле шын мәнісінде не болған біз енді толығымен. Сіздің жауабыңыз қайтадан қайталанып жатыр. Мен сізге түсініктірек қылдырып сұрақ қояйыншы. Мысалы, қатысушылардың қыздардың біреуі делік, иә? Гүлвира, сізден бір көмек сұрады түнгі сағат 12-де. Неге именно Гүлвира? Ойыма келгенін айтып жатырмын. Жақсы, мейлі, тіпті Назерке делік. Жоқ, жұбы бар адамдарға тиіспей-ақ қояйық. Гүлвира түнгі сағат 12 мен 2 аралықта сізге жазды, көмек сұрады, апарып таста, көлігің бар ғой деген секілді. Сіз не ойлайсыз? Өзіңіз танысқаныңызға 1-2 күн ғана болған уақыт делік. Егер менің өзімнің мысалы үміткерім болған болса, болмаса өзім жұбым болған болса, мен әрине көмектеспейтін едім. Бірақ егер мен бос. Сіз Жанеркеге әлі де көмектесемін дегенде үміткердің көзінше айтқан болатынсыз. Иә, үміткердің көзінше, өйткені біз үміткермен тек бір ғана кездесу болған. Бізді мүлдем андай бір-біріміздің алдымызда обязанность болмаса бір қосатын ештеңке болмаған. Және біз айтқан болатын, Жанерке сыйластықпен көмектесем деп. Бірақ енді тек түнгі сағат 12-де басқа қалаға апарып таста деген, мысалы әзір дамыған заман, такси бар деген сияқты. Енді қанша дегенмен менің ойымша ол бекер емес. Ол сылтау болып тұр, солай ғой. Енді осыны бірден басында ашып айтуымыз керек еді. Мен аузыңыздан суырып алғанша емес. Жақсы. Біз алда бұл мәселе шешімін қалай табатын бірге көретін боламыз. Тікелей эфирден алыстамаңыздар. YouTube арнамыздағы тікелей эфирді бастаймыз. Өздеріңізбен мен Ботагөз Болатжан және дәл қазір жанымда Маржан. Қайырлы күн, өте ерекше болып отырсыз, әдемі болып. Рахмет. Бүгін Талшын екеуіңіздің образдарыңыз бір әдеттегіден өзгеше. Иә, екеуміз де бір ерекше болып келіппіз енді. Білмедіңіздер бірақ, ақылдасқан жоқсыздар. Жоқ, біз бүйтіп араласпаймыз негізінде. Жақсы. Бірақ ерекше образыңыз өзіңізге сондай жарасымды болып тұр. Ал қазір ортада Санатжан мен Мерей отыр және айтылып жатқан әңгімені естіп отырсыз ғой. Иә. Ойыңыз қандай бұл жерде? Санатжандық ақталу ма? Санатжан негізі отрицать етіп отыр айтқан дүниелерін, бірақ Бикештің мен білем, өтірік айтпайтын қыз екен. Екі-үш рет менің үйіме қонаққа келген, былай сөйлескенбіз, табиғат негізі сәл маған келеді. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын қыз да, сол. Бикеш тарапынан мен өтірік айтып жатыр деп айтпаймын, себебі кеше сыртқа шыққан кезде сөйлескен болатынбыз. Анық сол адамдардың атын айтып берді. Сол мен Бикешке сенемін. Бұл жерде енді Мерейдің көңіліне қарап отқан Санатжан деуге болады. Өйткені Мерейдің мінезін білесіздер ғой. Болмайтын бір жерден өз-өзім әлеммен кетіп қалып, там страдать етіп, қайтып келіп, достасып, қайтып сөйтіп жүреді проблема іздеп. Содан кейін де сол Мерей ренжіп қалмасын деп Санатжан соның көңіліне қарап, негізі Санатжан соңғы кезде байқағаным, уже Мерейдің жағы қатты өтіп кетіп қапты да. Уже өзінің личностын жоғалтып жатқан сияқты маған солай көрінеді. Даже ортаға отырған кезде Мерей бір нәрсе айтып жатса, біз осыны айтатын бедік, не деген бүйтіп думкаға кіріп кетеді да, соңында Мерейдің айтқан істеп шығады да. Сондайды мен байқаппын ше, ер адамға мен ойлаймын, что қызбен жүргеннен кейін тұлғалық қасиетін жоғалтудың қажеті жоқ деп. Яғни қыз баланың ығына жығылу деп білесіз бе бұны? Иә, ығына жығылмаса қайтеді, Мерей мына жерде жылап, сықтап, миын ашытып сөйтеді да. Ал жығылмайын десе, Мерей жоғалтпалғысы келмейді, сондай дүние ғой енді. Жақсы. Бірақ енді Мерей әлі өзінің ойын толық жеткізбеді. Реніші байқалып тұр ғой, сырт көзге, солай ма? Мына жерде отқан кезде ше, бірге отырамыз, сол кезде Санатжан даже бір қызға сөйлеп қалса да Мерей тұрады да кетіп қалса алады. Ол уже үйреніп қалғаны өкпелеп ше. Қызғаншақтық, реніш, сол внимание жетпейді дегенге де келе ма бір жағынан деп ойлап қоямын да. Өйткені кейде бір болмайтын бір дүниеге Санатжанның миын ашытып, қырылып, мына жерге келіп жылап, Санатжан гүл сыйлады, қайтып нормально кетеді, қайтып сол сценарий қайталана береді да. Соған ойлаймын енді өтіп кеткен дүние ғой бұның барлығы, ренжитін де түгі жоқ қой негізінде. Ол кезде тіпті Санатжан мен Мерей негізі жұп болған жоқ. Жұп болған жоқ, үміткер болып келіп жүрген Мерейге, былай особо бүйтіп ренжитін нәрсе емес, просто ата-ана тақырыбы кетіп жатыр ғой, ата-анамен таныстырды, сен қашан таныстырасың деп. Мүмкін сол жағынан мен таныстырмады, қыздарын таныстырды дегенге ғана өкініш білдіруге келетін шығар шамалы, былай қатты ренжитін дүние емес. Жақсы. Бірақ алда енді бұл мәселе шешімін табады деген үміттеміз. Мерей не деп айтады, қандай жауабын береді, бұл мәселе қалай шешімін табады, алда бірге көретін боламыз. Ал дәл қазір мен сіздің өзіңіздің жеке басыңызға бір тоқталып өткім келіп тұр, бәрі жақсы ма? Бұл құлпырыстың астарында не жатыр? Үміткермен бір ерекше кездесу болған сияқты. Жоқ.
Үмітке мен түкте бәрін айтып береміз ертең ортаға шыққан кезде былай негізінде ондай күшті дүниелер болып жүрген жоқ. Сәл сіз күткен дүние болмай бір Негізі мен үміткерден көңілі көп қалу нәрсе бар күтпедім да, сияқты. негізі примерно білдім мінезін. Просто тұлға ретінде саған қызығушылық болған басында, мүмкін сөзіміз жарасып қалып, сөйлесіп кетерміз деген сияқты дүниеде болды да. Но жақсы. особо ештеңе жоқ. Енді бұл жайлы толықтай ертең тікелей эфирде білетін боламыз, және біз келесі жарнамада қайта ораламыз. Басады көрермен, және дәл қазір жанымда Гүлвира, қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Жалпы дәл қазір болып жатқан ситуацияны көріп отырсыз. Айтылған сөздерді де естіп отырсыз, де. Енді Мерейдің сұрағы орынды, әрине, Санатжанға деген. Бірақ кімнің тарапынан шындық айтылып жатыр, әлі де аң-таң болып отырмыз. Жалпы Мерейдің айтып отырғаны расымен де орынды, бірақ мен бұл жерде былай ойлаймын, енді Бикеш қазір жылап қалып жатыр ғой. Негізі осы әңгіменің барлығын шығарған кеше Бикеш болатын. Білмеймін, өзінің атын жаңағыдай осындай бір қатерге тігіп айтатындай, қандай ол шындық, қандай әңгіме болды деп ойлаймын да арасында. Мына жерде негізі жаңағы Шерханның түсіндіріп берген жаңағы схемасына кішкене мен келісетін сияқтымын. Өйткені қандай жағдайда қыз баласы күйіп піседі, расымен де. Жаңағыдай мүмкін Санатжан сөздерімен үміт беріп қойды ма екен да, Бикешке үміттендіріп, сол бір жолға бара жатқан уақытта диалог сондай болды ма екен, ал содан кейін мұнда келгеннен кейін дым болмағандай Мерейге өзінің сезімін білдіріп, сондай заттар болып жатқаннан кейін Бикеште кішкене мүмкін қызғаныш болды ма екен, мен нақты айта алмаймын қандай ойда айтқанын, бірақ енді мына жерде жылап. Қызғаныш, сезім болған соң ғана болатын дүние ғой. Яғни сезімі бар дегіңіз келе ме? Сезім бар емес, бір үміттеніп қалды ма екен деп ойлаймын. Ал қазір енді айтып отыр ғой, маған ол мүлдем ұнамайды, мен сезімім де жоқ деп. Енді мүмкін көңілі қалған шығар Санатжаннан. Мен білмеймін, әңгіме не нәрсеге алып келе жатыр бұл жерде. Негізі анасымен енді таныстырды деген әңгімені Бикеш айтып жатыр ғой. Мейлі солай болған күннің өзінде де Бикешке одан келіп кетер пайда қандай деймін да. Ол нәрсені, ол әңгімені ол мына жерге шығармай қойса, мынадай дау болмас еді негізінде. Және де оны көлігімен апарып жаңа көмектестім деп жатыр ғой, көмек сұраған екен, енді көмектесемін деп өзі де бұлыққа батып қалып тұр ғой, былай қарап тұрсаң. Және де ол Мерейге дейін болған жағдай, Мерей екеуі ол кезде тіпті таныстықта емес еді. Сондықтан бұл нәрсеге бір Мерейдің ренжитін жөні де жоқ екен деп ойлаймын. Білмеймін, енді мүмкін тіпті ситуация өте қатты шиеленісіп кетті, қай жақ дұрыс айтып жатыр, не ойлаймыз деген қазір өзіміздің де миымызда кішкене сондай шиеленістер болып жатыр, нақты еш нәрсе ешкім айта алмай жатыр ғой. Енді шындықты айтып шырылдап жатқандай болып көрінді Бикеш, бірақ Санатжан мойындамай жатыр деген пікірлерді де байқап отырмыз. Бұл жерден Санатжанның сөзі өтірік дегенге келе ме? Санатжан бір нәрсені ашып айтпай отырған сияқты. Ол тек бетін ғана айтып кетеді, мен саған апарып көмектестім, сол кезде кездейсоқ оның анасымен танысып қалдым дейді да, одан артық еш нәрсе айтпайды. Расымен де Бикеш сол сөздерді шығара алмай, содан да күйіп жатыр ма екен деп ойлаймын. Енді бұл жерде жаңа Диас айтқан болатын, бір үштік махаббат сезімінде пайда болатын үштік болу үшін жаңағы Бикеш қадам жасады, бірақ Санатжан ол нәрсеге жаңағы рұқсат бермей жатыр деген секілді. Меніңше керісінше жаңағыдай Санатжан үміттендірді Бикешті сөздерімен. Бикеш сол кезде мүмкін Санатжанның бетін қайтарып тастаған болар. Ал эфирға келгеннен кейін, бізде енді қыздарда болады ғой, эфирға келгеннен кейін Мерейге сөзін айтқаннан кейін, Бикеш сонда мені алдады ма, маған оны жаңағыдай өтіріктен айтты ма, бос үміт берді ма деген сияқты сондай ой болып қалуы мүмкін. Хотя қыздың сезімі болмаса да. Бір сондай ситуация жағынан айтып қалды ма екен. Жақсы. Енді бұл мәселе қалай шешімін табады, алда бірге көретін боламыз. Және Санатжан Мерейге қандай жауабын береді? Тікелей эфирде болыңыз дегіміз келеді. Ал дәл қазір өзіңіздің жеке өміріңізде бәрі жақсы ма, бәрі дұрыс па? Менің жеке өмірімде барлық жақсы. Маған кеше үміткер келді. Үміткермен байланыстамыз. Жалпы енді ол кісі енді кеше бір басқаша образда шыққаннан кейін халықта, мұнда қатысушылар да ол кісі жайлы мүлдем басқа ойда қалып кетті. Ал жеке сөйлесе келе, негізі көзқарастарымыз келеді. Ол жай ғана образы деп айтуға болады. Біз келесі жарнамада қайта ораламыз. Қал жағдайыңыз қалай? Өте жақсы, өте керемет. Шерхан екеуіңіз қандай есеп шығардыңыз сонымен? Шешімі табылды ма ол есеп? Шешімі табылды. Жаңа көрдіңіз ғой, соңғы өте әдемі бітті, сұрақ белгісін бүйтіп жүрекке айналдыру деген мен
Өте күшті, Енді тапқыр адам кез келген дүниеден бір айтады ғой, ерекше дүние шығара алады. Иә, түйін шығарды. Енді ол жердегі просто менің шығу мақсатым ана жерде есеп шығарып ойнау емес, жай ғана просто Бикештің жылап отқанына қарап, және де қатысушылардың барлығының енді көп бөлігінің Бикешті араға түскенсің, сен үміттенгенсің деген сияқты сондай бір айтқан пікірлеріне бір қарсылық білдіргім Тоқтау келгені. қойғыңыз келді. Иә, өйткені бұл жерде енді негізі бұл жерде ешкімді кінәлаудан керегі жоқ қой, негізі ше. Жай ғана просто Бикештің жылағанына қарап өзім ұсталмай қалдым да ше. Қыз бала Қалай болғаны жылап деп. жатса, ол сізге ұнамайтынын білеміз. Иә. Барлық қазақтың қыздарына жанашыр бола алатыныңызды білеміз. Бірақ енді қолыңызды білдіріп алғаныңыз сәл қиындау болғаны бар. Жақсы. Бұл жерде енді Мерейдің сенім арта алатындығы көрінді ме? Иә, енді қыз баласын түсінуге болады. Өйткені енді бәрібір де жақсы көріп тұрғаннан кейін Мерейдің миында не үшін Бикеш жылап отыр? Ол қызғаныш сезіммен күдік қатар араласып келді сол ғой. жердегі көз жастан күдік туындады. Иә, ол реніші де Мерейдің қойған сұрағы да негізі орынды. Бұл мәселе қайта туындайды деп ойлайсыз ба? Жоқ. Қайта көтеріледі деп ойлайсыз ба? Қайта көтерілмейді, жоқ. Өйткені мен Бикешті Санатжанды ұнатып отырған, үміттеніп отырған қыз ретінде білмеймін. Ондай емес. Білмеймін емес. Көз жастың Өзгерім. себебі жай ғана өзінің бір ойын дұрыс жеткізбегендігі ме, әлде шынында да бір жасырылған, айтылмай қалған біз білмейтін тағы да сыр жатыр ма? Жоқ, қатысушылардың негізі бұл жердің атмосферасы аурасы сондай ғой. Барлығы жалып кеткен кезде как будто енді жалғыздығың шықпас қой, жалғыздығың алып қалған сияқты сезімде боласың ғой. Сонда менің сөзіме ешкім сенбей ма, менің сөзіме ешкім сөйлемей ма деген сияқты енді қыз баланың іштей Мені қорғайтын жан өкініші. жоқ, Иә. дәлелдей алмай да жатырмын деген ой болды ғой. Ол әйтпесе ол бір жағынан дәлелдейтін де нәрсе емес негізі. Бір жағынан өкініш сияқты, мен неге үшін бұны айттым деген сияқты Бикештің. Сонда бір түрді көрдім да мен. Түрінен сондай бір ойды көрдім дегенім ғой. Жақсы. Енді ортада қазір Бикеш өзі шықты, үміткермен бірге таныстықты бастаған болатын. Және соңғы кездер енді қаншалықты кездесу болды, болмады білмейміз. Бұл таныстық қай жаққа дейін барады деп ойлайсыз? Енді Бикештің қазіргі түрін көріп, үміткеріне бүйтіп қарайтындай да жағдайда емес екенін көріп тұрмыз ғой. Мен ойлап тұрмын, негізі бұл таныстық шынымен де көпке барса екен дейміз, бірақ та ұзаққа бармайтын сияқты. Не себеп? Мүмкін бүгін де тоқтап қалу қаупі бар менің Енді ойымша. жігіттің өткеніне көз жұмды. Жігіт тіпті қыздың талаптарына сай келмесе де, ол нәрсені сырып қойып, мен таныстықты бәрібір де жалғастырып көргім келеді деген Бикештің өзі еді. Негізі мен ойлаймын, ол бастапқы кезде көндігу болатын сияқты ше. Жоқ, жеке Өткенде. тұлға ретінде менде қызығушылық бар деген болатын. Бикеш солай айтты ма? Иә. Онда бұл әңгіме кішкене күдікті әңгіме деп айтайыншы мен онда. Қандай күдікті әңгіме? Білмеймін, мүмкін енді келіп жүрген жігіттің жасап жатқан қарым-қатынасынан кейін кішкене ұялып айтқан әңгімесі сияқты менің ойымша. Жігіттен ұят болмасын деген сияқты. Немесе жігіттер емес. Адамдармен әрекетін бекер Иә. бастағым келмейді деген қыздың ойы дейсіз ғой. Солай айтылған әңгіме секілді. Өйткені енді қыз баласының ішкі сезімін түсінеміз ғой, ол жігітке қарай бүйтіп көңіл бұрып жүрген жоқ па деген сияқты. Ал Бикештің енді үміткермен мүлдем шаруасы жоқ екенін көзіміз көріп жүр. Сіздің өзіңіздің жеке басыңызда бәрі дұрыс па? Өте бәрі жақсы, Бір дұрыс. сәл қипықтап отырған секілдісіз. Қипықтап? Сәл бір өзгешелеу болып отырсыз бүгін. Не үшін? Білмеймін, ішіңізде бір айтылар әңгіме толып тұрған секілді ме? Жоқ, мен Бәрі айтылар дұрыс қой. әңгіменің бәрін назарке айтып тастаймын ше. Менде былай болып жатыр, сенде қалай болып жатыр. Біз шынымен де қуанатын, біз көп сөйлесеміз. 4-5 сағат отырып арнаймыз әңгімеге ше. Шай болса болды ортаға. Бір-біріміздің өмірімізде көп болып кеттік деген де сөздер болған. Алдында болған. Осы нәрсені түсінісе алдыңыз ба? Түсіністік, көп болып кеттік, және де өзімізге үзілісті беріп көрдік. Негізі мен бұрын түсінбейтінмін ғой, үзіліс не үшін керек деген. Сөйтсе шынымен үзіліс керек екен негізі. Бір-біріңнің қадіріңді түсіну үшін, бір-біріңді ары қарай жақсы көріп кету үшін үзіліс деген нәрсе керек екен. Яғни бір кездер жақсы көре келіп, жақсы көрмей қалып, қайтадан үзіліс алғаннан кейін сезім қайта ашылу ма бұл? Қадірін түсінесің ғой. Бұл қарым-қатынас. Жоғалтпасаң қадірлемейсің деген жігіттердің ұраны болып кеткендей кейде мен үшін. Қалай ойлайсыз? Иә, негізі Әрбір жігіт жоғалтып көру керек пе сонда қадірлеу үшін? Жоқ. Бірден қадірлеуге болмайды ма? Ондай да сөз бар ғой негізі. Бір құнды затыңның қадірін білу үшін бірі жоғалтып көру керексің. Және де айтады негізі, жанында жүрген кезде таулардың биіктігі байқалмайды дейді. Сондай биіктікті байқамадым ғой мен ше мысалға.
Ал мен просто алыстағы тауларды іздеген шығармын мүмкін деген сияқты, жанындағы тауды іздегенмін. Бірақ та көрдім оны, қуанам. Жақсы, түсінікті. Енді алда Бикеш пен үміткердің таныстығы қалай жалғасын табады, бірге көреміз. Тікелей эфирден табылыңыздар.